Сәлеметсіздер ме, қыз келіншектер? Мен Алтыбаева Бибинур Мырзақасым қызы ИРМ клиникасының гинеколог-хирургы боламын. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз ол гистероскопия және оған деген көрсеткіштер. Әрине, қазір карантин кезінде жағдай қиын, бірақ біз бұл операцияның түрін өзіміздің клиникамызда жасаймыз. Оған арнайы дайындық керек, анализдер тапсыру керек, ковид анализі сізде теріс болу керек ол үшін. Жалпы гистероскопия дегеніміз ол жатырын ішін көруге мүмкіндік беретін видеокамерамен, және онда қандай да бір патологиялық түзілістер болса, соны жоюға мүмкіндік береді. Бұл операция сонымен қатар лапароскопиямен де бірге кей кездері көрсеткішке байланысты жүргізіледі. Бұл операцияға көрсеткіштердің бірі ол жатыр ішілік немесе жатыр мойында болған полиптер болса, гиперплазиялар болса, қандай да бір синехиялар, немесе жатырдың аномалиялары болса, ол двурогая матка деп айтып жатамыз, жатыр ішілік перегородка деп айтамыз. Немесе себеп белгісіз қан кетулер болған жағдайда, субмукозды миома болса, осы операцияға көрсеткіш болып салынады. Сонымен қатар кей кездері түсіктен кейін қалып қалатын қалдықтар болса, прицельно осы операциямен кіріп, тек сол қалдықты ғана алып, шығуға мүмкіндік береді. Неге біздің клиникада жасау керек десеңіздер, біздің клиникамыз ол соңғы технологиямен жасалынған барлық құрал жабдықтар мен аппараттар бар, және де бұл операция негізі кішігірім операция болып жасалынады. Өйткені оның жалпы ұзақтығы 10-20 минут қана, әрине патологияның ауырлығына байланысты. Соған қарай наркоздың түрі де таңдалады. Егер наркоз керек болса наркозбен, наркоз керек емес болса жергілікті анестезиямен, обезболиваниемен жасаймыз. Және бұл операциядан кейін 1-2 сағат пациент қарауда болады. Егер бәрі жақсы болса, үйіне қайтарылады, нұсқаулар беріліп. Алдымен бірінші консультацияға келу керек. Егер сіз алыста белгілі бір себептермен, карантинмен келе алмай қалсаңыз, онда бізде онлайн консультация ала аласыз. Сондықтан қазіргі жағдайға байланысты қыз келіншектер өздеріңізді қорғап, қарап жүріңіздер, ауырмаңыздар, сау саламатта көрсек.